Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Айдана. Біз бүгін дәл осындай қатпарлы және де жұп-жұмсақ болып шығатын дүкеннен қамырын сатып алуды қажет етпейтін самсаларды дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Және каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қатпарлы қамырды дайындау үшін бізге ең алдымен судың температурасы бізде маңызды емес, және де тұз, оның қажет болады. Жақсылап қамыр илеп орташа қаттылықта бұқтырып қоятын боламыз. Және де тынған қамырымызды екі бөлікке бөліп, тағы да аз уақытқа тындырып қоятын боламыз. Қамырды жаю барысында біз ұнды пайдаланбаймыз, яғни кукуруз крахмалын пайдаланатын боламыз. Сонда біздің қамырымыз сондай қатпарлы және де үгілмелі болып келеді. Кукурузды крахмалмен қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып алатын боламыз. Мен осылай екі бөлікке бөліп, екі қамырды жайып алдым. Және де арасына біз сары май жағамыз, яғни сары майымыздың бізде пайызы 82, яғни 72 мен 82% аралығында болу керек. Одан аз болса, біздің қамырымыз дәл бұндай әдемі шықпай қалады. Мен 82%-дағы майды жақтым. Бірінші қамырымды осылай жайып алып, арасына жабыс қалмас үшін крахмалды сеуіп, бүктеп қоя тұрдым да, екінші қамырымды жайып алдым. Дайын болған қамырларды сары майды жағу арқылы бір-біріне беттестіріп, бүктеп шықтым. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сіздердің де қамырларыңыз сондай әдемі болып шығады. Дүкеннен сатып алуды қажет етпейтін сондай керемет рецепт. Небәрі 3 заттан жасалатын сондай қатпарлы қамыр бізде шығады. Қолдарыңыз бос уақытта жасап, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, кез келген уақытта самсаларыңызды дайындай бересіздер. Құрамына қанша зат кеткенін мен описание бөліміне жазып кетемін. Және де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Келесі жолы қандай рецептті көргілеріңіз келеді, сол жайлы да комментарий бөліміне жазып кетулеріңізге болады. Міндетті түрде жасап бөлісетін боламын. Қамырымызды бүктеу арқылы арасына май жағып, осылай дәл формаға келтіріп алатын боламыз. Және де 4 бұрышты форма келтіру үшін кішкене жайып, арасына тағы да сары майымызды жағып, бүктеп шығатын боламыз. Қаншалықты біз қамырымызды май жағып бүктесек, біздің қамырымыз, яғни сондай қатпарлы болып шығады. Тоңазытқышқа салып қоямыз. Егер сіздер сол кезде жасайтын болсаңыздар 1 сағатқа салып қоюларыңызға болады. Ал кейінірек жасайым десеңіздер, неше күн болса да тоңазытқышта сақтала береді. Енді қамырымызды алып, дәл осылай 4 бұрышты қылып формасына келтіріп жаямыз, яғни домалақтамай, дәл осы 4 бұрышты қылып жайып шығамыз. Яғни мен жасайын деп тұрған самсам көлемі кішірек және де 4 бұрышты болып шығады. Салмасына өздеріңіз қалаған затты сала беруге болады. Мен бұл жерде салмасын салып көрсеткен жоқпын. Тек қана қамырдың жасалуын және де жайылуын көрсеткен болатынмын. Осылайынан 4 бұрыштылеп кесіп, кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліп шыққан бөліктерімізді оқтаудың көмегімен жайып алып, салмасын салып, 4 жағын бір-біріне беттестіріп шығатын боламыз. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, қазақша контенттің өсуіне үлестеріңізді қосып кетулеріңізді сұраймын. Және де әрдайым ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Енді дайын болған самсаларымызды противеньге салып, үстін өткір затпен осылай кесіп шығатын боламыз. Мен лезвиямен кесіп шықтым. Піскен кезде біздің самсаларымыз сондай ерекше болып шығады. Және де жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутта жақсылап қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне бізде дәл осындай әдемі және де қатпарлы жұп-жұмсақ болып шығатын самсаларымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сондай дәмді және де жұп-жұмсақ болып шығады.
Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.